Ақтөбедегі дүкен сөрелерінде Ресейдің арзан өнімдері көбейіп келеді. Өйткені санкция салынған көрші елдің тауар өндірушілері азық-түлігін Қазақстанға жаппай арзан бағада өткізіп жатыр. Әлбетте, құны қолжетімді өнімге сұраныстың артатыны да анық. Бірақ сөрелерде толған Ресейдің азық-түлігі өзіміздің отандық өндірушілердің тауарын ысырған. Дүкендегі бағаны әріптесім Райгүл Еншібай көріп қайтқан еді. Ресейдің арзан тауарлары нарықты жаулап барады. Шетелдік өнім көбейгелі отандық өндірушілердің тауары біраз шеттеп қалған. Шыны керек, ірі сауда желілерде сапа емес, алдымен бағаға мән беріп отыр дейді жергілікті кәсіпкерлер. Сондықтан отандық өнімге үкіметтен қолдау керек. Ресейдің Қазақстанға сүт өнімдері және тағы да басқа тағамдардың келуі бізге ол өте қауіпті. Бүгінгі таңда неге десеңіз, ол Ресей Федерациясына санкция салынып, бүкіл жаңа алдыңғы жылдан бері жиналған өнімдері қазір бізге арзан бағамен демпингпен келіп отыр. Қаражаты тапшылығы, өйткені олар қазір сапаға қарамайды, өйткені олар қазір тауардың бағасына қарайды. Сол себептен бізде осындай енді қауіп бар. Сол себептен мен тағы да айтам, үкіметтен бізге қазір тауар өндірушілерге мемлекеттік қолдау керек. Мәселен, Ақтөбеде Ресейден әкелінген 5 литрлік күнбағыс майының құны 2500-2800 теңгеден сатылуда. Ал қазақстандық өнім үшін 3800 теңге бересіз. Құмшекердің құны да дәл осындай. Жамбылдық өндірушілердің қантынан көрі көрші елдің арзан өнімі көп өтеді дейді саудагерлер. Өзге тауарлар да әлдеқайда қолжетімді екен. Шимшкі май, сырттан келетін российский майларымыз бар. Қазір біздің Қазақстанның майларына қарағанда сол майлар арзан. Сапасы да жаман емес, жақсы. Өзіміз үйге қолданып отыр. Бізге қазір российский товарды жеке кәсіпкерлер әкеледі көбіне, фирма емес. Ал отандық тауар өндірушілер шикізаттың дені шетелден аламыз. Сондықтан біз белгілеген баға сапасы төмен өнімдермен салыстырғанда қымбат көрінуі мүмкін дейді. Ал тұрғындар бірінші өнімнің сапасына емес, бағасына қарайтынымыз рас дейді. Негізінен отандық өнімді қолдаймыз ғой, бірақ та өз басым бір продукт анауын алған кезде қарамайды екенмін. Мүмкіндігінше отандықты алуға тырысамыз ғой, бірақ енді несі качествосы онша болмаса, мүмкіндігінше россиялық товарларды алуға да тырысамыз. Мен өзім жаңағы дұрыс тамақтану режимдерін ұстанамын, бізде оған қатысты өнімдер Қазақстанда өндірілмейді. Мысалға, барлығы да глютенсіз ұндардың барлығы Ресейден шығады. Дұрыс тамақтануға қатысты ресейлік тағамдарды амалсыздан аламыз. Ал экономистер импортқа тәуелділікті азайтып, тек өзімізде өндірілмейтін өнімдерге басымдық берілу керек деп есептейді. Ресейден импортталатын тауарлар Қазақстан үшін, бұның ішінде Ақтөбе облысы үшін іргелес жатқандықтан, бұл импортталатын тауарлардың көбеюі және олардың ішкі нарықта отандық тауарлардың бағасымен бірдей немесе одан төмен болуы отандық өндірушілер үшін кері әсер ететіні сөзсіз. Менің ойымша басымдылық тек қана Қазақстанда өндірілмейтін тауарларға ғана берілуі тиіс. Мәселен, соңғы 5 айда Ақтөбе облысына Ресейден 280 миллион долларға 700 миллион тоннадан астам өнім импортталған. Оның ішінде ет, сүт, макарон өнімдері және көкөніс пен ұн бар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11,8%-ға көп. Райгүл Еншібай, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе.